Ассалаумағалейкум, қыздарыңыз қалай? Так, бүгін бұйырса жаңағы акциялармен сауда жасаймыз дедік қой. MetaTrader'да бізге керек акцияларды, яғни ликвидный акцияларды қалай таңдап аламыз, мен мына арада қазір настройканы жасап қояйын, жасап көрсетейін жалпы сіздерде. Бұйырса солай жасап қойсаңыздар. Так, мына жерде бізде, допустим, енді тізім тұр ғой, мына сіздерде сауда құралдарының графиктері. Біз тек қана акцияларды қарайтын болсақ, онда мына валюталарды алып тастайық. Мысалы, допустим, сізде мынада көп болып тұр. Оның барлығы, мысалы, бір-бірден былай жауып отыру, мысалы, удалить деп, закрыть деп жауып отыру, ұзақ болып кетсе, ұзақ болып кетуі мүмкін, егер көп болса. Сондықтан, міне, мысалы, бірінші сауда құралына басамыз. Так, мынау акция болғаннан кейін қала берсін, қалғандары керек емес бізге. Мысалы, мынаны жауып тастайын. Крестикке басып жауып тастайсыздар. Сосын керегін қалдырдық. Енді мына жерде правый кнопканы басамыз. Так, скрыть все символы дейді. Все символы біз мынадан бәрін алып тастадық артықта. Так, мынада қалып қойғандар болса, оларды бір-бірден удалить ете саласыздар. Правый кнопканы басасыздар, удалить. Так, енді бізге акциялар керек. Дұрыс па? Акциялар, біз мұнда символға кіруіміз керек. Так, мынада ETF-тар тұр екен. Міне бізге керегі мына стокс, US. Яғни мынаның ішінде дешевый акциялар да бар. Жалпы көп акциялар мұнда ликвидный емес акциялар бар деген сияқты. Сондықтан біз фильтрді бұл жерден емес, неден жасап алайық? Finvizдан. Finvizға кіреміз. Так, скринер. Осының ішінде, так, менде бір сохраненный шаблон бар, стокс. Так, average volume деген, яғни бұл объем, жаңағы. Біз мынада 1 или 2 миллион алайық. Так, қайсысын алған дұрыс болады? Допустим, жарайды 2 миллион алдық. Міне және мынада 1 мың болған барлық акциялар саны қазір 200-ге азайып қалды. Енді бізге 30 доллардан жоғарғы акциялар керек. Дешевый акциялар керек емес, ол жерде волатильность негізі аз болады. Так, енді бізге мынаны бір жерде жаңағы не керек? Атары керек. Бір күнде қанша жүреді, мысалы? Мына жерде таңдауға болады, мысалы 0,5 болса, демек 5 центтен овер, яғни 5 центтен жоғары жүретіндер. Егер бірді алатын болсақ, 1 доллардан көп жүретіндерді ғана көрсетеді. Егер мысалы қандай да бір сауда құралының атары 1 долларға жетпесе, онда ол мына тізімнің ішіне кірмейді. Так, бізге ликвидныйлар керек дедік, және де там жақсы волатильныйлар керек. Енді атары жақсы. Мысалы 2,5 дейікші. 2 доллар дегеніміз, енді біз бір акция алатын болсақ, күніне 2 доллар жүрсе, значит біздің табысымыз 2 доллар. Егер 10 акция алсақ, значит 2 доллар жүрсе, біздің табысымыз 20 доллар деген сияқты. Овер, 2,5 доллардан жоғарғы акцияларды алайық. Міне барлығы 114 штук екен. Енді бізге осы 114-дің барлығын жәнеген елдің ішінен тауып алайық. Такс. Бұны біз қалай тізімге шығармасақ. Осылай пойдет, Так, Apple-дан бастаймыз. Енді мен қазір мына көрсетейін қалай істейтінін. Мына екі графикті кішірейтіп алайық. Енді осы тізім бойынша біз қазір іздейміз. Мынаға символды басамыз. Символы. Енді осы ETF емес, бізге керегі акциялар сток. Осының ішінен мына тізімдегілерді тауып алу керек болады бізге. Так, мысалға Apple керек екен. Даже мынау A деген керек емес екен бізге. Бұл енді не ликвид екен. Так, Apple-ды қосып қояйық. Аны алып тастаймыз.
Так, бұл жерден алынбайды, жарайды, араптан бөлік алып тастаймыз. Так, одан кейін міне АБВ. Просто бізде мына бір метатрейдерда акциялардың саны аз. Мында 114 болса, бізде мына арада ары барса бір 20-25 или 50 шығар, білмеймін. То есть мына арада тұрған тізімдегі бүкіл акциялардың бәрі мына жерде бар деп ойламаймын. Так, AB, NB мынау бар екен, үшінші түр. ADBE дейді. Бар ма екен ADBE? Бар екен. Так, одан кейін AD дейді. Не, мысалы AD мына тізімнің ішінде жоқ екен. Так, AD. Так, X10 бар. Ага, ZM, ZS, ZTS. Болды. Так, жақсы, міне соңғысы X10 бар. Қалғандары жоқ. Енді осыны закрыть дейік. Так, мына бізге болып керек емес. Жаба салайық. Мынаны закрыть дейміз. Үлкейтейік. Міне мына жерде бізде тек қана ликвидті акциялар. Так, осының скриншотын жіберіп қоямын сіздерге. Бір қолдарыңыз келген кезде ерінбей және нелерден тауып аласыздар, иә. Так, бізге мына А керегі жоқ, сондықтан ең бірінші акцияны удалить ете салайын. Так, удалить етейін десем, удалить етілмей жатыр. Вот кетті. Так, жақсы, осындай настройка жасап қойдық. Енді кешкісін енді сабаққа дейін, 9-ға дейін бір анализ жасап шығам. Оның да видеосын түсіріп қоям. Соны сіздерге группаға салып жіберемін. Бір 5-6 акция или 10 шақты акция дайындап қоям. Сол бойынша бұйырса бүгін сделкалар ашамыз. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Осы настройкаларды өздеріңізге көшіріп алыңыздар.